31-ші бүгін 31-ші тамыз 2025 жыл. Мен Жабасова Амангүл Қойшыбаевна. Мен вообще мына жердегі плакаттағы мағынасы 1995-2025 жыл дегенім, бұл конституция, еш өзгеріс жоқ мына біздің мемлекетте. Біздің мемлекетте 95 жылдан бері 93 жылдың конституциясын қайтаруын талап етемін. Себебі 1995 жылдан бері 2025 жылға дейін 7 рет өзгерту енгізілген екен. Ешқандай халық бар. 2022 жылдың өзгертуі ол сот жүйесі, президенттің несі, парламенттік жүйе деген 1900 мен вообще келіспеймін. Біздің мемлекетте қалай өмір сүріп жатырмыз, егемен алған солай ешқандай өзгеріс жоқ. Сіз мына үкімет Тоқаевтан бастап барлық үкімет министерство, здравоохранение, еңбек министрлігі бәрінің отставкаға кетуін талап етем. Здравоохранение Ақмарал Әлназарова, еңбек министрлігі, сосын юстиция министрі ешқайсысы да жұмыс жасамайды, прокуратура тоже жұмыс жасамайды. Барлығының отставка кетуін талап етем. Біздің инвалидтердің, мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтары тапталып жатыр. Сосын мынау қазіргі черновикке айналған конституцияны 93 жыл конституцияға ауыстыруын, қайта қалпына келтіруін талап етем. Қолдаймын. Расында да солай. Біз наразы болып шығып тұрмыз. Себебі деген бұл мемлекетте ешқандай өзгеріс жоқ. Ешқандай жазылған ең бірінші атазаң конституция, адам және оның құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына, адам құқықтары және оның бостандықтары. Бұл жерде ең қымбат жемқорлық біздің Қазақстан мемлекетінде. Ең арзан, ең құнсыз, ешқандай дәрежесі ескерілмейтін бұл жерде адам. Біздер мына өзіміздің мемлекетімізде өздеріміз қор болып жүрміз. Қор болған себебін көрсетейін. Қазір мен мына плакатымды, яғни мен өзім наразы болсақ шығарып тұрмын. Сүрелерге. Айгүл, нені верхушканың бәрін кетуін талап етем. Жұмыс жасамайтындардың бәрі кету керек. Тоқаевтан бастап бәрі кетсін. Себебі жұмыс жасамайды. Халыққа деген ешқандай жанайяршылық деген, қамқорлық деген жоқ біздің үкіметте. Барлығын жаңағы әртүрлі өздеріне ыңғайлы заңдар шығарып, әртүрлі штрафтар шығарып, енді 1 сентябрьден бастап міне барлық счеттардың бәрін тексереді екен, жүрген тұрғанымыздың бәрін тексереді екен. Ол деген вообще тотальный контрольді ұстап отырмақшы бізді. WhatsApp, Telegram бәрін жауып деген. Оған біз қарсымыз, біз келіспейміз. Біздің еркіндігімізді шектегелі тұр мына үкімет. Сол себепті барлығының кетуін талап етемін. Сізді қолдаймын. Мына 480 бап 15 тәулік дегені, мен мынандай ұлыммен, мен бұл ұлым 0104, яғни 1 сәуір 1992 жыл туылған. Мен бұл баланың анасымын, тікелей қамқоршысымын. Мен осы баланың мәселесін осы жаққа келіп көтергенім үшін 6-шы Мәңгілік ел даңғылы 8-ші Мәңгілік ел даңғылы 8, 6-шы кіреберіс еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бөлім министрлігіне барғаным үшін осы баланың кепілдендірілген тиесілі өзімен жөргегі, яғни жалпақ тілмен памперс, подгузникті талап еткенім үшін, оны мүгедек балдардың бизнеске айналдырып сол талап еткенім үшін мені 15 тәулікке жапты. Және де бұл баланың қамқоршысымын мен. Маған соттың айтқан, сіздің балаңыз кәмелетке толған дейді. Мынандай баланы ақыл есі кем, өзін-өзі нете алмайтын, өз қолын өзін аузына апара алмайтын, өте ауыр жағдайдағы баланы үкімет негізінде қылмысқа апарып отыр. Себебі мынау 15 күн, яғни жарты ай қараусыз қалдырылды. Мен осы отырған әбден жемқорға біткен мемлекетті түгел қылмыс қозғалуын, шет мемлекеттер мынаны көруін, мынандай баланың негізінде қамқоршы тағайындаман 15 күн далаға лақтырып кетті. Заңның үстемдігі қайда? Мынау конституция емес. Дұрыс айтады мына кісі. Черновик болып қалған. Черновикке де жарамай қалған.
өзгерту енгізілді, бірақ бәріне өзінің ыңғайлына өзгертілген. Сол айтайын деген. Біз инвалидтердің құқығын таптап, мына Тоқаев мына Қазақстанның мысалға басқа елде тұрып жатқан жоқ, осы Қазақстанның ішінде тұрып жатыр. Барлық жағдайдың бәрін көре тұра, инвалидтердің құқығы тапталып жатқанын, мына халықтың құқығы тапталып жатқанын көре тұра, көз жұмып отырған үшін біз Тоқаевты сотқа береміз. Иә, мен қолдаймын. Біз енді осының барлығы расында да бұл кісімен мен келісемін, Ботақанмен. Тоқаев білмей отқан жоқ, біліп отыр. Себебі біздің 2024 жылы 3 қаңтарда мәңгілік еңгілі даңғылы 8-де 16 кіреберісте азаматтарды қабылдау орталығы ашылған. Соның ішінде кім еді жаңағындай? Жайсанбаев Қанатбек, ол президенттің көмекшісі және бүткіл нелерді қарау қадағалаудың несі бола тұра, барлық мәселені солар қалай жеткізеді, солай сөйтіп Тоқаев. Мен вообще негізі Тоқаевтың мына жерде мемлекетте бар жоғын білмеймін. Осы 2025 жылы жыл сайын жолданатын халыққа 7 қыркүйектегіде мен тіпті қарсымын. Ешқандай жыл сайын үндеу жолданады, бірақ алайда ол келесі жылға дейін орындалмайды. 2019 жылы 11-12 сәуірде Маңғыстау іс-сапарында Тоқаев келген не қыл деді? Ойбай, барлық деңгейде қала және әкім басшылары дейді, халықты, яғни тұрғындарды толғандырып жүрген мәселе уақытылы шешілу керек деген. Сол кезде үкімет пен халықтың арасында сындарлы диалогын, оның барлығы тек қағазға түсірілген. Осының бүгінгінің Конституцияның күнінің ол тек жүрісі, бәрі қағаз жүзінде, барлық жылы жұмсақтың барлығы тек басшылар мен әкімге, соның айналасындағыларға. Біздің енді расында да біз Тоқаевтың сотқа береміз. Біз үшін жоқтер болып, құқығымыз тапталып, мынау енді айналып келгенде менің баламды айдалаға тастап, науқас баланы 15 күн қараусыз қалдырып отыр. Иә, Тоқаевты сотқа береміз. Өйткені біздің халықтың құқығы тапталып жатыр қазіргі кезде, және инвалид мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығы тапталып жатыр. Мен Тоқаевты сотқа берем. Мына Жаппасова Амангүл ханым екеуміз. Қосылам деген адамдар болса, менің телефон нөміріме шықсаңыздар болады. Менің телефон нөмірім 771-295-05-22. Енді Тоқаевты сотқа бермесек, басқа ешқандай мүмкіншілік болмайды бізде. Өйткені біздің құқығымыздың бәрі тапталып жатыр. Оны тыңдап жатқан өкімет жоқ. До министерствоның алдына барсақ, қудалайды, қуғындайды, артымыздан қалмайды, фотоға, видеоға түсіреді. Неге роботыға жаңағы ОМОНдарменен бізді бір рецидивист не көрген, террорист көргендей асып ұстап, бізді мүмкіндігі шектеулі екенімізді ескерместен құқықтарымыз барынша тапталып жатыр. Сол себепті Тоқаевты сотқа береміз. Иә, мен оны қолдаймын расында да. Енді біздің басқа баратын, басатынымыз жоқ. Осы мүмкіндікті пайдаланып отырып, мен Ботақанымның, яғни Тұрлыханова Бота Еділбаеваның сөзіне мен қосыламын, мен сотқа беремін. Себебі біз бүткіл инстанцияда өттік, жазатын жерге жаздық, жаз деді жазды, етілуше жаздық. Бір әкімшілік президентіне арыз жаздық, бізге деген бір 2 күннің ішінде 65-ші баптың 1-2 тармағына кері бағыттайды. Кері неге бағыттайды? Егер де мен тұрғылықты жерім бойынша болып жатқан бүткіл заңсыздық пен әділетсіздік көре тұра, олар менің үстінен менің пайдама қайдан шешеді? Жалпы мен мемлекетте ол кісі қосылып, мен Тоқаевты өзім құқығымды, конституциялық құқығымды пайдалана отырып, мен ол кісінде сотқа беремін. Расында қолдаймын. 8 август күні жолдау айтылады деді, бірақ жолдауында сол баяғы сказкасын айтады. Ешқандай Қазақстан, Тоқаев келгелі бері ешқандай Қазақстан жақсы жаққа өзгеріп жатқан жоқ. Жаман жағына қарай, наоборот, штрафтарды көбейтіп, халықтың жағдайы күннен күнге құлдырап бара жатыр. Ендігі егер келесі қаңтар болатын болса, жаңағы қаңтарда айтты ғой, 20 мың террорист келді деп. Енді білмеймін, 50 мың террорист келді дейме екен, 20 миллион террорист келді дейме екен. Енді бүкіл тай тұяғыменен бәрі шығады, халық енді аямайды деп ойлаймын. Өйткені уже халықтың шегіне жетіп баратыр. Өйткені күн сайын штраф, күн сайын бірдеңелерді, ойларына келген нәрселерді ойлап тауып жатыр. Халыққа заңды халық үшін шығарып жатқан жоқ, заңды өздері үшін ғана шығарып жатыр. Кеше енді бұған дейінгі жолдауларында да ештеңесі орындалған жоқ. Тоқаевтың жолдауларын ешқайсысын тыңдамайды екен, өйткені білем орындалмайтын. 8 август күні тағы да бір ертегі айтайын деп жатыр екен. Ол ертегісінде тыңдамаймын. Тоқаевты ертең сотқа береміз жабылып. Қосылатын адамдар болса, мархамат, қосылыңыздар. Осымен бітті.